Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдыз» кітабын ұсынамыз. «Аққан жұлдыз» Сәбит Мұқановтың романы. 2 кітаптан тұрады. Бұл шығарма атақты ғалым Шоқан Уәлиханов туралы көптеген зерттеу, маңызды еңбектерге, фактілерге негізделіп, Шоқан болған жерлерге саяхаттар жасап, нәтижесінде өмірі келген шығарма. Мұқанов осы тақырыпта Шоқан Уәлиханов «Қашқар қызы» деген пьесаларда жазды. Қазақ әдебиетінің алыптар шоғырының бастауы Сәбит Мұқанов қазақтың 19 ғасырдағы ойшыл ғалымы Шоқан Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығын ұзақ жылдар бойы терең зерттейді. Осы зерттеу еңбектерінің нәтижесінде «Аққан жұлдыз» 1967-1970 жылдары романы туды. Жазу барысында арнайы Қытайға, Шыңжаң өлкесіне барып, Шоқанның сонда өткізген өмір кезеңдерін, бастан кешірген оқиғаларын зерттеп біледі. Омбы мен Ленинград қалаларының мұрағаттары мен кітапханаларын күні-түні ақтарып, Шоқан өміріне қатысты материалдар жинайды. Шоқанның қоғамдық өмірден шеттелуіне, одан безуін мен түңіліске патша шенеуніктері тарапынан көрсетілген сенімсіздік жан күйзелісіне себепші болады. Оның астарында Шоқан Уәлихановтың өз халқының шығу тегін қазбалау, этностық аумағы мен жер суаттарын түп-төркінін анықтау, еркіндік пен теңдік туралы идеялар жатты. Тұманды дәуірде өмір сүріп, өз халқының алдында болу не болмау мәселесін тұрғанын, бүкіл болмысымен, жан дүниесімен ұғынған Шоқан Уәлиханов ұрпақтар үшін жарық жұлдыз еткен Сәбит Мұқанов тағы бір дәлелдеді. Шығармада қазақ-орыс қатынасы ара жігі, сол кезеңде қабылданған реформалар, патшалық Ресейдің қол астына кірген қазақтың жайы кеңінен қамтылған. Шоқан туралы жазған еңбегінің 2 кітабы ғана аяқталған. Шоқанның өнегелі өмірінің ғұмырнамасына айналған еңбек аяқталмаған күйде қалды. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.